Қайырлы күн қыздар, қалдарыңыз қалай? Сіздерді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Бүгін сіздермен өзімнің біраздан бері дайындап жүрген палау жасау әдісімен бөліскелі отырмын. Палауларыңыз дұрыс шықпай қалатын болса, міндетті түрде осы рецепті пайдаланып көріңіздер. Ең алдымен көкөністерімізді жуып, тазалап, тамақ жасауға дайындап аламыз. Сәбізімізді тым жұқа немесе тым қалың қылмай, орташа көлемде турағанымыз абзал. Ал пиязға келетін болсақ, пиязды мейлінше жіңішке етіп турағандарыңыз жөн. Енді табамызға сұйық майымызды құйып, жақсылап қыздырып аламыз. Үстінен етімізді салып, екі жағынан жақсылап қызартып қуыратын боламыз. Көріп отырғандарыңыздай, мен пайдаланған ет тұздалған және де аздап кептірілген. Сол себепті мен тұз салған жоқпын. Сіздер балғын, тұздалмаған еттен жасайтын болсаңыздар, қуыру кезінде міндетті түрде тұзды молынан салыңыздар. Бір жағынан етке тұз сіңеді, бір жағынан тамақтарыңыз өте дәмді болып шығады. Қызарып қуырылған етімізді алып, қызып тұрған майымызда пиязымызды қызартып, тіпті аздап күйдіріп қуыратын боламыз. Біздің палауымыздың түсінің неғұрлым қоңыр болуы бұл пиязға байланысты. Палауларыңыз қоңыр болғанын қалайтын болсаңыздар, пиязды мейлінше қаттырақ күйдіріңкіреп қуырғандарыңыз абзал. Бір жағынан жақсы дәм де береді. Осылай жақсылап пиязымызды қызартып қуырғаннан кейін үстінен етіміз бен сәбізімізді саламыз. Сәбізді тым ұзақ қуырып қажет емес, максимум 1-2 минут шамасында қуырсаңыздар жеткілікті. Енді үстінен міндетті түрде жылы немесе қайнаған суымызды құямыз. Етіміз батып тұратындай болу керек. Үстінен өз қалауларыңыз бойынша зира қоссаңыздар болады. Зира әрине палауға ерекше дәм береді. Қақпағын жауып 45 минут шамасында орташа отта пісіріп аламыз. Осы аралықта күрішімізді дайындап аламыз. Мен лазер күрішінен пайдаландым. Қазіргі кезде палау осы лазер күрішінен ғана жақсы шығып жүр деп айта аламын. Соңғы кездері палауға тек осы күрішті пайдаланамын. Сіздерге де осы күрішті алуға кеңес берер едім. Күрішімізді бірнеше қайтара жақсылап жуып тазалап аламыз да, үстінен жылы суымызды құйып, бұқтырып қоятын боламыз. Су міндетті түрде жылы болғаны дұрыс, және де күріштен бірнеше сантиметр жоғары болуы керек. 45 минутымызда өте шықты. Енді күрішімізді сорпамызға саламыз. Одан алдын міндетті түрде тұзын көруді ұмытпаңыздар. Бізде сорпаның тұзы басымырақ болғаны дұрыс, өйткені біздің күрішіміз тұзды өзіне тартып алады. Енді барлық күрішті бір тегіс етіп сорпамызға салып аламыз. Үстінен осылай кішкене басып отырып, күріштерімізді толықтай тегістеп аламыз. Байқасаңыздар, менде сорпа азырақ болды. Күріштің бетіне сорпа мүлде шықпады. Сол себепті мен аздап кішкене ғана күріштің бетінен асатындай етіп су құятын боламын. Ал егерде сіздерде сорпаларыңыз мол болып тұратын болса, артық су құйып қажет емес. Енді қақпағын жауып 7-8 минут шамасында баяу отта бұқтырып алатын боламыз. 7-8 минут шамасында бұқтырылған күрішімізді лопаткамызбен дәл осылай ақырын араластырып аламыз, және де күрішімізді ортаға төбешік етіп жинайтын боламыз. Лопатканың сабының көмегімен осындай тесікшелер жасаймыз. Тағы да қақпағын жауып 7-8 минуттай тағы да бұқтыратын боламыз. Отымыз міндетті түрде баяу болып тұру қажет. Неге қыздар, біздің тамағымыз дайын болып қалды. Енді отымыздың астын сөндіреміз, және де арасындағы еттерімізді алып алатын боламыз. Отты сөндіруді ұмытпаңыздар. Біз етімізді турап, салатымызды дайындаймын дегенше, біздің палауымыз өз буында өзі бұқтырылатын болады. Ішінде шала піскен күріштері осы аралықта пісіп кетеді. Енді салат дайындауға кірісеміз. Әрине, палау мен ат-жүжек салаты өте керемет үйлеседі. Ол үшін қызанақтарымызды жіңішке әрі жалпақтау етіп турап аламыз. Негізінен бұл салатқа рецепт бойынша пияз қосылу керек, бірақ менің жолдасым пиязды ұнатпайтындықтан мен пиязды қиярмен алмастырдым. Оны да жіңішке етіп турап алатын боламыз. Және соңынан ащы бұрышымызды турап қосамыз. Өз қалауларыңыз бойынша бірнеше тілімін қоссаңыздар да болады, немесе қаттырақ ащы болған қаласаңыздар бір бұрышты толықтай турап қосып жіберсеңіздер де болады.
Енді үстінен тұзын қалауларыңыз бойынша бұрышын қосып, жақсылап араластырып, салатымызды дайындап қоямыз. Мінекей қыздар, біздің палауымыз да толықтай дайын болды. Әрине, әр адам палауды әртүрлі жасағанды, әртүрлі жегенді жақсы көреді. Егер сіздерге күріш кішкене езіліп, сулы болғанын қалайтын болсаңыздар, үстінен тағы аздап су құйып бұқтырсаңыздар болады. Немесе дәл осы қалпында тәрелкеге салып, дастарханға ұсына берсеңіздер де болады. Көріп отырғандарыңыздай, біздің палауымыз өте жақсы болып шықты. Сіздерге де дәл осы рецептпен жасауға кеңес беремін. Үстінен туралған етімізді салып, қалауларыңыз бойынша пиязбен, көк пиязбен, жұмыртқамен әсемдеп дастарханға тарта берсеңіздер болады. Бұл видеом сіздерге пайдалы болады деген ойдамын. Егер де видео ұнаса, лайк басып пікір жаза кетіңіз, және де арнаға тіркелуді ұмытпаңыз. Алда өте жақсы рецепттермен бөлісетін боламын.